Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге ерекше тағам тауықтың қанаттарынан пеште кәуап әзірлейтін боламыз. Ең алдымен 1 кг тазаланған тауықтың қанаттарын алып, 3 түйір майдаланған чеснок және де 2 орташа пиязымызды турап, үстіне саламыз. 3 ас қасық сұйық май құямыз, 2 ас қасық соя тұздығын құямыз. Дәміне қарай қара бұрыш және де паприкамызды қосамыз. Шамамен 2 ас қасықтай паприка қоссаңыздар болады. Паприкамызды қосып алғаннан кейін дәміне қарай тұз қосасыздар. Осыны жақсылап үйкеп отырып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып, осы мұздатқышымызға кемінде 3 сағатқа қойып аласыздар. Неғұрлым ұзақ тұрса, соғұрлым дәмді болып шығады. Менде 5 сағат тұрды. 5 сағаттан кейін алып, тапамызды сәл ғана майлап аламыз және де осындай таяқшаларға тізіп, тапамызға орналастырып шығамыз. Таяқшалар болмаған жағдайда жай қойып шықсаңыздар да болады. Барлығын осылай тізіп алғаннан кейін пешімізді қыздырып 200 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.